Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін өздеріңізбен бірге Украина соғысына қатысты ақпараттарды кезекті мәрте ортаға салуға рұқсат етіңіздер. Жалпы соғыс қимылдары қалай болып жатыр деп. Ең үлкен және ауқымды жаңалық ретінде ол Германияда орналасқан Рамштейн әскери базасындағы Украинаға көмек беру бойынша батыс елдері тарапынан ұйымдастырылған кезекті кездесуді айтсақ болады. 23 мамыр күні Рамштейнде батыс мемлекеттері жалпы әлемнің 6 құрлығынан 47 мемлекет жиналған үлкен жиын өтті. Бұл жолғы жиынның ауқымы кең болды, себебі аталмыш жиынға әлемнің 47 мемлекет қатысып отыр. Біріншіден, екіншіден, Украинаға қару-жарақ беру бойынша біршама маңызды шешімдер қабылданды. Оның ішінде Украинаға кемелерге қарсы гарпун зымыран кешені берілетін болды. Бұл не үшін? Бұл Украина Қара теңіздегі блокаданы бұзып шығу үшін, яғни Қара теңізде Украина кемелеріне кедергі жасау мақсатында және Қара теңізді толыққанды жауып тастау мақсатында Ресейдің әскери флоты тұр. Міне осы флотқа соққы жасау, сонымен қатар Змеиный аралының маңындағы әскери іс-қимылдарды тоқтату мақсатында, Ресей тарапынан жасалған әскери іс-қимылдар тоқтату мақсатында осындай шешім қабылданды, яғни гарпун зымыран кешендері берілетін болды. Бұл зымыран кешендерін Украина соғыс басталғанға дейін де сұраған болатын, соғыс басталғаннан кейін де сұраған болатын. Неге бұл маңызды? Себебі гарпун зымыран кешендері жүздеген шақырымда орналасқан әскери нысандарды жоя алады. Және бұл дегеніміз Украинаға бірнеше мүмкіндіктер береді. Біріншісі, Украина Қара теңіздегі өзінің жаңағы әскери операциялар жүргізу мүмкіндігіне ие болады. Бұл бір. Екіншіден, Украина Қара теңізді ашу арқылы Украинаның әскери порттарында орналасқан азық-түліктерді, оның ішінде астық өнімдерін өзге мемлекеттерге жеткізу және керісінше Украинаға азық-түлік алу мүмкіндіктеріне ие болады. Бұл екі. Үшіншіден, Украина осы аталмыш зымырандарды алу арқылы Ресейдің Қара теңіздегі үстемдігін тоқтатады және Ресейдің зымыранмен соққы жасау мүмкіндіктерін азайтады. Себебі Ресей бүгінгі таңда Украина жеріне жасаған зымырандық соққылардың 30%-ын Қара теңіздегі флот арқылы жасап келе жатыр. Яғни кемеде орналасқан зымыран кешендері Украина жеріне соққы жасап келе жатыр. Өздеріңіз білесіздер, аталмыш зымыран кешендерінің маңыздылығы ол Украинаның жаңағы оңтүстігін қауіпсіздендіру мақсаты үшін өте қажет. Әйгілі Нептун зымыраны Ресейдің әйгілі Мәскеу крейсерін жаңағы су астына жібергенін білеміз. Ал гарпун зымыран кешендері дәл сол сияқты бірнеше әскери нысанды жоятын болса, ендеше Ресей Қара теңізге аяғын аттап басқан сәтте абайлап, ойланып қадам жасайтыны анық. Сондықтан да бұл аталмыш соғыстағы ең маңызды шешімдердің бірі деп атасақ болады. Және гарпун зымыран кешендерінен бөлек өзге де зымыран кешендері берілетін болды. Бұл бірінші. Екіншіден, шабуыл жасауға арналған тікұшақтар беріледі. Артиллериялық қондырғылар, танктер, артиллериялық қондырғыларға арналған снарядтар, жеңіл атыс қарулары, азық-түлік, дәрі-дәрмек және тағы да басқа көмектер берілетін болды. Аталмыш көмектерге қатысты Украинаның қорғаныс министрі Алексей Резников жазды. Және бірнеше өзге де аты аталмаған қуатты қару-жарақтар берілетіні жайлы Резников атап өтті. Бірақ ол қару-жарақтардың қандай түрде болатыны, қандай қару-жарақтар екені жайлы айтпады. Бұлайша айтқан кезде әскери құпияны сақтап қалды. Рамштейнде болған кездесу Украинаға көмек беру бойынша құрылған әлемдік коалицияға айналып келе жатыр десек те болады. Себебі Германияның Рамштейн әскери базасында алғашқы кездесу осыдан бір ай бұрын, яғни 26 сәуір күні Америка құрама штаттарының мұрындық болуымен жүзеге асты. Ол кезде 40 мемлекет қатысқан болатын. Осы жолы араға бір ай салып 23 мамырда өткен кездесуде 47 мемлекет қатысты. Яғни қосымша тағы 7 мемлекеттің саны артты деген сөз. Бұл дегеніміз Ресей агрессиясына қарсы тағы да 7 мемлекет қосылды және олар тек қана Біріккен ұлттар ұйымының биік мінберлерінен сөз қозғап қоймай, сонымен қатар Украинадағы агрессияны тоқтату үшін шынайы көмек беру, яғни қару-жарақ, азық-түлік, дәрі-дәрмек беру жағынан келісімдерін беріп отыр деген сөз. Енді келесі кездесу қашан болады? Келесі кездесу 15 маусымда болады. Яғни араға бір 20 күн салып кезекті мәрте кездесу өтеді. Рамштейн 3
және Рамштейн 3-те Украинаға өзге де қару-жарақ түрлерін беру мәселесі талқыланады деген ақпараттар бар. Оның ішінде Украинаға енді тікұшақтардан бөлек ұшақтарды беру мәселесі де талқылануы мүмкін деген анонстық ақпараттар бар. Яғни бұл аптаның ең маңызды оқиғаларының бірі Украинаға қатысты, ол осы Рамштейн 2 кездесуінің өтуі. Енді Украина соғысында қандай іс-әрекеттер болып жатыр? Украинаның шығысында орналасқан Донецк және Луганск облыстарында Украина әскері бірнеше бағытта шегіністер жасап келе жатыр. Және Ресей сәйкесінше бірнеше бағытта басып алу қадамдарын сәтті жүзеге асырды деп атасақ болады. Яғни бұлар қандай бағыттар? Ол бірнеше елді мекен және бірнеше 30 мыңнан асатын халқы бар қалашықтарды Ресей өз қолына алды. Украина неге позициялар беріп жатыр деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұны жеңілістен гөрі тактикалық шегініс деп атасақ дұрыс болатын шығар. Себебі Украинаның ең ұрысқа қабілетті соғыс салуға майдан даласында ысылған әскери бөлімшелерінің 90% ол Украинаның шығысында орналасқан. 2014 жылдан бері Донецк және Луганск облысындағы сепаратистермен ұрыс салып 8 жылдың ішінде әбден ысылған әскери жасақтар. Міне осы жасақтар батыстан келген қару-жарақ жаңа Украинаға толыққанды келіп жеткенше Украина үшін аталмыш сарбаздардың аман есен болуы өте маңызды. Себебі олар соғыста ысылған, тактиканы біледі, стратегияны біледі. Сондықтан да аталмыш әскери бөлімшелердің аман саулығы маңызды. Міне осы әскери бөлімшелерді аман сау сақтау үшін Украина шығысындағы қан қасапта бірнеше бағытта тактикалық шегіністер жасауда. Әрине, кей бағытта қоршауда қалып қалмау үшін, Ресей әскерінің котелында дейді ғой, былайша айтқанда қалмау үшін шегініс жасап жатқан әрекеттер де бар. Мысалы, оны біз Попасная қаласының маңында болған ұрыста көрдік. Ресей әскері Попасная қаласын 3 бағыттан қоршауға алған болатын. Ол оңтүстік, ол солтүстік және шығыс бағыты. Міне тек қана батыс бағыты қалды. Және батыс бағыты толыққанды жабылып қалмау үшін Украинаның аталмыш маңда орналасқан 8 мың жасағы қалада ұрыс сала отырып, жасақтың 90% аман есен сақтау мақсатында тактикалық шегіністер жасады. Және менің ойымша аталмыш шегіністер әлі де жалғасын табатын болады. Ол шамамен 1 айдай уақытқа созылуы мүмкін. Неге? Себебі 1 айдың ішінде батыс берген қару-жарақ және батыс елдерінде оқытылып жатқан, артиллериямен ұрыс жүргізуге үйреніп жатқан, зымыран кешендерімен ұрыс жүргізуге үйреніп жатқан, стратегиялық, тактикалық тұрғыдан ұрыс жүргізуге үйреніп жатқан және батыс мемлекеттерінің соққы жасаушы дрондарын үйреніп жатқан әскери жасақтар, мамандар 1 айдың ішінде толыққанды үйреніп болады. Міне және Украина жеріне келіп, олар ұрыс қимылдарын, соғыс қимылдарын ары қарай жалғастыруға және қарсы шабуылға шығуға толыққанды дайын болады. Міне сол уақытқа дейін Украина әскері бірнеше бағытта ұрыс сала отырып, Ресей әскерін барынша адами және техникалық тұрғыдан шығындарға ұшырату тактикасын таңдай отырып, шегінуі әбден мүмкін. Тактикалық тұрғыдан шегіністерді жасауы ықтимал. Ал енді Ресейде барынша осы 1 айдың ішінде шабуылды үдететін болады. Себебі Ресейде батыс тарапынан берген қару-жарақ және ленд-лиздің толыққанды жұмысқа қосылуын 1 айдың ішінде нәтиже бере бастайтын біледі. Сондықтан да Ресей осы 1 айдың ішінде барынша агрессиялық тұрғыдан қимылдарын арттырады және зымырандық соққыларын Украина жеріне жасайтын арттырады және Украина жеріне ұрыс жүргізу үшін тағы да бірнеше мың сарбаздарды кіргізуі әбден мүмкін. Алайда Ресей әскерінде де қазіргі таңда моральдық тұрғыдан қиындықтар бар екені көрініп тұр және адами ресурстар тұрғысынан да қиындықтар бар екені байқалады. Оны бүгінгі Ресейдің мемлекеттік думасының қабылдаған шешімінен де байқасақ болады. Бүгін Ресейдің мемлекеттік думасы контрактниктерді алу бойынша жастық шектеуді алып тастады. Яғни бұрында контрактниктерді алу үшін оның жасы, оның әскери дайындығы, оның физикалық дайындығы маңызды болады, ал қазіргі таңда ол маңызды емес. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз Ресей әскері 1 айдың ішінде барынша көбірек сарбаздарды жасақтап, контрактниктерді жасақтап, Украина жеріне барынша көбірек төгіп, бірнеше бағытта жойқын соққыларды жасауды жоспарлап отыр дегенді білдіреді.
Бұл бір. Екінші жағынан Ресей әскерінің қазіргі таңдағы адами шығыны да артып кетті дегенді аңғарса керек. Яғни қаза тапқандар, жараланғандар, ұрыс даласын тастап кеткендер, яғни дезертирлер, соғысқа баруға қарсылық білдіргендер, міне осындай сарбаздардың да саны артты дегенді білдіреді. Жалпылай алған кезде ұрыс қимылдарына қатысты ақпараттар осындай, және ең маңызды соңғы ақпараттың бірі ол бүгін Еуропаға Сауд Арабиясынан мұнай тасыған танкердің келіп жетуі. 1 миллион баррель мұнайы бар танкер келіп жетті. 2 жылдан кейін Сауд Арабиясы Еуропаға қайтадан мұнай жібере бастады. Бұл дегеніміз Ресей мұнайына эмбарго жариялау жақындап қалды дегенді білдіреді. Себебі Еуропа мемлекеттері Ресейдің газына, жалпы Ресейдің энергетикалық жаңа ресурстарына, оның ішіне газ, көмір және мұнайына эмбарго жариялау бойынша санкциялардың 6-шы пакетін талқылап жатқанын біз жақсы білеміз. Және 6-шы пакетке қарсылық білдіріп отырған бір ғана мемлекет бар. Бұл Венгрия, яғни мажарлар. Мажарлар бүгінде Ресейдің мұнайына, газына эмбарго беруге қарсылық білдіруде, себебі олардың экономикасы толыққанда Ресей газы мен мұнайына тәуелді деген осындай бір уәжді алға тартуда. Алайда Еуропа мемлекеттері Ресей газы мен мұнайына балама іздеуді тоқтатқан емес. Сол баламаның бір ретінде олар Сауд Арабиясын көріп отыр. Ресей көміріне балама ретінде Оңтүстік Африка мемлекетін көріп отыр. Және Ресейдің газына балама ретінде олар Иранды және Катар мемлекеттерін көріп отыр. Аталмыш мемлекеттер мен еуропалық қауымдастық арасында қазіргі таңда қызу талқылау, келіссөздер жүруде. Егер келісе алса, ендеше Венгрияны да Ресейдің мұнайына және газына эмбарго жариялауға көндіріп қалуы әбден мүмкін. Ондай жағдайда Ресейдің экономикасы тіпті үлкен соққы алады деген сөз.